Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз қазақтың ойыны тоғыз құмалақ туралы айтатын боламыз. Мүмкін сендер бұл туралы естіген, тіпті кейбіреулерін ойнаған да шығарсыңдар. Тоғыз құмалақ, тоғыз тас. Қазақтың көне ұлттық ойындарының бірі. Ғылыми әлемде ол қойшы алгебрасы деп те аталады. Өйткені ойын кезінде қарсыластар қосу, алу, бөлу және көбейту сияқты негізгі 4 математикалық тәсілді қолдануы керек. Ойын тек санау жылдамдығына ғана емес, тактикаға да құралған. Тоғыз құмалақ ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың да сүйікті ойыны болған деседі. Тарихшылар тоғыз құмалақ ойыны 4000 жыл бұрын пайда болған дейді. Тіпті одан да көп болуы мүмкін. Ағылшын зерттеушісі Маккей тоғыз құмалақ, 5 тас, асық және басқа да көптеген ойындар Азияның әр түрлі тайпалары арасында 5000 жылдан астам уақыт бұрын кейіннен таралғанын айтады. Ал африкалық авари ойынын зерттеушілер тоғыз құмалақ сияқты ойындардың 6000 жылдан астам уақыт бұрын пайда болғанын алға тартады. 1948 жылы Алматыда тоғыз құмалақтан тұңғыш чемпионат өтті. Ойынға әр ауданнан белгілі өкілдері қатысты. Алғашқы чемпион жамбылдық Шорман Өтегенов. Бірақ ойыншылар арасында ережелерге қатысты дау туды. Ойын ережесін жүйелеп, әлгі дау-дамайды жою үшін топ құрылып, оның құрамына жазушы Мұхтар Әуезов, Қалибек Қуанышбаев, Шәкір Ибраевтар кірді. Нәтижесінде бүгінгі күнге дейін өзгермеген ресми ережелер жасалды. Тоғыз құмалақтың классикалық түрі бекітілді. Есте сақтау, тапқырлық, парасаттылық және комбинациялық ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал ететін интеллектуалды ойынның бәсекелестігі арта түсті. Сондықтан бүгінгі таңда тоғыз құмалақ ойыны әрбір интеллектуалдың логикалық ойлау өнері саналады. Ойын ежелгі моңғолдар мен түркілер киелі санаған тоғыз санына негізделген. Қазақтың тоғыз құмалақ ойынының шарты бойынша оған 2 ойыншы қатысады. Олардың әр қайсында тақтада 9 шұңқыр бар. Тақтада барлығы 18 шұңқыр бар. Олар отау деп аталады. Әр шұңқырдың өз атауы болады. Біріншісі өнер, екіншісі тек тұрмас, үшіншісі ат өктес, төртіншісі ат sıратар, бесіншісі бел, алтыншысы белбасар, жетіншісі қандық қақпан, сегізіншісі көк мойын, тоғызыншысы маңдай. Бұдан басқа тақтада қазан деп аталатын тағы 2 жинақтаушы шұңқыр бар. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Ойынның негізгі міндеті шұңқырдағы құмалақтарды жылжыту және оларды қазанға мүмкіндігінше көп жинау. Жүріс ойыншылар тарапынан кезектесіп жүріледі. Жүрісті кімнің жасайтыны жеребемен немесе қарсыластардың келісімімен анықталады. Жүріс жасау үшін ойыншы өз жағындағы отаулардың бірінен біреуін орнына қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп таратады. Егер жүріс аяқталғаннан кейін шұңқырдағы құмалақтардың саны жұп болып шықса, онда олардың барлығы ойыншының олжасы болып саналады және оның қазанына ауыстырылады. Ойын 2 ойыншының біреуі өз қазанына 81-ден астам құмалақ жинағанша, немесе екеуі де 81 құмалақ жинағанға дейін ойналады. 9 құмалақ ойыны 4-5 сағатқа созылуы мүмкін. 9 құмалақ ертеден танымал ойын түрі. Ол заманда ойыншыларда ойын тақтасы болмай, 9 құмалақ тақтасы ретінде олар жерді қазып, арнайы шұңқырлар жасаған. Бүгінде 9 құмалақ ойнайтындардың қатары жыл санап артып, ұлттық мерекелерде республика көлемінде турнирлер ұйымдастырылуда. Ал сендер 9 құмалақ ойынын ойнап көрдіңіздер ме? Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Енді 3 сұрағыма жауап берулерін сұраймын. Бірінші сұрақ. 9 құмалақтан бірінші чемпионат қай жылы өтті? Екінші сұрақ. Ойындағы жинақтау шұңқыры қалай аталады? Үшінші сұрақ. 9 құмалақ ойынында неше шұңқыр бар?